Бәріңе сәлем, сіздермен бірге қысқаша кино. Мен бүгін сіздерге «Кисло-сладкий вкус любви» фильмін қысқаша айтып беретін болам. Ал егер сіздерге біздің шығармашылық ұнайтын болса, арнаға тіркеліп, лайк басып кетейік. Кто тут курит? Послушайте, тут нельзя курить. Бұл томпақ жігіттің есімі Чан Хок. Ол гепатит Б ауруымен ауырады. Бұл ауру ауа арқылы жұқпаса да, оның ата-анасы қасына жолауға қорқады. Сонымен қатар достары да қасына жақындағысы келмейді. Тіпті ауруханадағы басқа пациенттер де жігіттен алшақ жүреді. Жігітке қаншалықты қиын болса да, ин деген медбике үнемі жігітке қолдау көрсетеді. Вам и так плохо из-за болезни, а тут еще и они. Осындай күндердің бірінде жігіт палатасына шығады, және медбикені көргенде, қыз оған қолымдағы сақинаның ешқандай да мән мағынасы жоқ дейді. Сонымен қатар жұмыстан қатты шаршап жүргенін айтады. Осы кезде олардың қасына жоғары медбике келіп қалады. Сонда ин басшысынан сөз естімеу үшін темекіні жігіт шегіп тұрғандай етіп көрсетеді. Почему курите здесь? Идите в палату. Ал таң атқан кезде қыз жігітке кешегі түнде көмектескені үшін рахметін айтады. Және абайсызда жігіттің алдындағы тамағынан жеп қояды. Және Чаннан кешірім сұрайды. Кешкі кезекте тұрған ин шаршағаны соншалықты Чанның жанында ұйықтап қалды. Ал қыздың осылай шаршап жүргенін байқаған жігіт қыздың көңілін аулау үшін оған барынша көмектеседі. Телефонмен хат жазып, қызға көптеген мандарин қалдырады. Және үнемі өзі тамақтанатын кезде қызды да қасына шақырып бірге тамақтанады. Тіпті шаршаған кезде қыз демалуы үшін төсектен кішкене жылжып, орын қалдырып жатады. Ал екеуі бірге далаға шыққысы келгенде, Чан ештеңені түсінбейтіндей кейіп танытады. ин жігіттің осылай көңіл бөлгеніне қатты қуанады. Және бір күні жігіттің пластеріне жүректің суретін жабыстырып кетеді. Бірақ та осындай жағдайдың өзінде қыз өзінің әріптестерінің жігітпен достасып жүргенін білмегенін қалайды. Сол үшін де басқа дәрігерлер қасында болғанда жігітті көрсе де көрмегендей болып өтіп кетеді. Осылайша бірнеше күн өтеді. Енді Чан Хёнды ауруханадан шығармақшы. Бірақ та жігітке бұл хабар ұнамады. Себебі ол инді енді қайтып көрмеуі де мүмкін. Жігіт ауруханадағы соңғы күнінде инмен қоштасқысы келді. Бірақ та өкінішке орай, бүгін иннің кезекшілігі емес екен. Ауруханадан шыққаннан кейін жігіт достарына осы жағдайдың барлығын айтып береді. Бірақ та достары оның үстіне күліп, сен жай ғана қиялдағансың ғой дейді. Осыдан кейін жігіт қыздың телефон нөмірін білу үшін ауруханаға қайтып келді. Алайда осы кезде нөмірдің бір бөлігін ғана жаттап үлгереді. Сөйтіп үйіне келгенде, ойына келген көптеген сандарды жазып, қыздың нөмірін тапқысы келді. Жігіт көп еңбектеніп, ақыр соңында қыздың нөмірін тапты. Сонда ин жігітке өзімді жайсыз сезінгендіктен саған көрінбеуге тырыстым дейді. Ал Чан Хён болса, қызға өзінің сезімін білдірмекші болды. Сонда қыз болса өз кезегінде жігітті үйіне шақырды. Сөйтіп жігіт қыздың үйіне келгенде, ин жігітке біздің үйде қон дейді. Таңертең Чан таңғы ас дайындайды, ал кейін бұзылған лампаны жөндейді. Содан кейін қыз жігітті сүйіп алды, және осыдан кейін екеуі жиі кездесетін болды. Бір күні екеуі тамақтанып отырған кезде жігіт қыздың сақинасы жоқ екенін байқады. Сонда қыз сақинаны жай ғана жоғалтып алдым деп жауап береді. Сонымен қатар жігіт, мен өзіме пәтер сатып алғаннан кейін сен жұмыс істеуіңді доғарасың дейді. Себебі қызға өзінің жұмысы мүлдем ұнамайтын. Бірнеше күн өткен соң қыз еңбек демалысына шықты, және қыз Чанды өзімен бірге қыдыруға шақырады. Сөйтіп дүкен аралап қыдырып жүргенде екеуі жұптарға арналған киім кигісі келді. Бірақ та жігіттің толықтығы екеуіне бұл нәрсені жасауға кедергі келтірді. Демалыс күннің де бітуіне жақын қалды, және ин жігітке арнап өзінікіндей кроссовка сатып алды. Сонда Чан Хён қызға қарап, дәл осы кроссовкамен арықтайтын боламын деп уәдесін берді. Ин, я правда похудею, обещаю. Осыдан кейін бізге сүйген қызы үшін арықтаған Чан Хёнды көрсетеді. Ол инға келіп, таңғы асты дайындап жатыр, және жігіт бір офиста жұмыс жасайды екен. Осы жерде бастығы жігітті бір компанияға жіберіп жатыр. Сол жерде өзін жақсы көрсететін болса, жұмысқа тұрақталып қалады екен. Осы бір қуанышты жаңалықты жігіт қызына айтып берді, және осында келген медбикелердің кесірінен әңгімелерін жалғастыра алмай қалды. Сонда медбикелер жігітке қарап тұрып, оны қайдан көргенін есіне түсіре алмай әлек. Арада бірнеше күн өтті. Чан Хёк инді жұмыстан кейін күтіп алып жатыр. Осы жерде өзінің сүйіктісіне өзінің жаңа көлігін көрсетті. Ал кейін өзінің қызына өте қымбат сақина сыйлады. Жігіт өзінің бірінші жұмыс күнінде мұнда контрактімен келген басқа да жұмысшылар бар екенін білді. Мысалы соның бірі Бо Йон деген қыз. Бұл қыз біздің басты кейіпкерді мүлдем жақтырмайды. Түскі ас кезінің үзілісінде әріптестері оларды өздерімен бірге шақырмады, және екеуін жеке қалдырып кетеді.
Ал жігіт үйіне оралғанда жұмыста болған жағдайдың барлығын айтып береді. Сонда Да Ин жігітке әріптестерінің көңілінен шығатын бір нәрсе ұйымдастыр деп кеңес береді. Сөйтіп жігіт келесі күні әріптестерінің барлығына кофе әкелді. Сонда Бойон көмектесейін деп кофені әріптестеріне таратып, барлығына бұл кофе менің сіздерге сыйлығым дейді. Және Чан Хён туралы мүлдем бір ауыз сөз айтпады. Және жігіт жұмыс жасап жатқанда қыз келіп сен мүлдем дұрыс жасамадың деп үнемі ығырын шығарады. Поблагодарили бы меня. Вы чуть не влипли. Ал жоба ұсынылған кезде Бойон жұмысты орындау жағынан басшылықты өзінің қолына алғысы келді. Бірақ та бұл іске Чан Хён араласып, бұл жоба бойынша көпірдің бұзылып кетуі туралы қауіптілігін айтады. Осы сәттен бастап жігіттің жұмыста жолы бола бастады. Бірақ та сонымен қатар ол қатты шаршап, үйіне келгенде дереу ұйықтап қалады. Сол үшін де Да Ин жігітіне жұмысын көп болса, жалдамалы пәтерде ұйықтай бер. Тек демалыс күндері үйге келсең болады дейді. Ал Бойонның жағдайы өте нашар. Ол жоспарды уақытында орындамаған үшін жұмыс орнында түнеуге мәжбүр. Және қыз өте шаршаңқы көрінеді. Бір күні Чан Хён Бойонға жұмыс орнында бұндай көп тамақ жегенің дұрыс емес дейді. Сонда қыз ашуланып, мен ұйықтап кетпеу үшін әдейі осы тамақтарды жеймін дейді. Себебі қызға жұмысын аяқтап үлгеру керек. Сонда жігіт қызға көмектесемін деп шешті. Тіпті Да Иннің жазған хабарламасын да байқамай қалды. Жобаны қабылдағаннан кейін әріптестердің барлығы кафеге келді. Ал жігіт болса үйіне әдеттегідей кешігіп келді. Ал Да Ин болса осы уақытта жұмыста шаршап жүр. Сөйтіп жігіт Да Инге хабарласқанда сүйіктісі оған лампаны ауыстыршы дейді. Бірақ та жігіт бұны жасамай ұйықтап қалды. Келесі күні бастығы Чан мен Боан екеуіне жасаған жұмыстары үшін рахметін айтады. Және қолдарына жаңадан жоба ұсынды. Соның кесірінен Чан Хён үнемі жұмыста кідіріп қалатын болды. Және жанында тек қана Бойон ғана бар. Тіпті жігіт соңғы күндері үйіне мүлдем оралмайтын болды. Бұл жағдайға Да Ин іштей қайғырады. Және жігітке өте маңызды бір нәрсе айтқысы келеді. Осылайша екінші жобаны да қорғап шыққаннан кейін Чан Хён мен Бойон екеуі кафеге келді. Ал бұл уақытта Да Ин Чан Хёнды жұмысында күтіп отыр. Себебі жігіт Да Инді жұмысынан алып кетемін деп уәде берген еді. Сонда жігіт сылтауратып, жұмысында көптеген шаруалар шығып қалды дейді. Ал бір күні Бойон жігіттің қолынан ұстап, оған сезімін білдіре бастады. Сонда жігіт бұл нәрсенің дұрыс емес екенін біліп, өзінің сүйіктісіне қайта оралды. Үйге келгенде қыз бен жігіттің арасында ұрыс-керіс басталды. Сонда жігіт қызға сен өте өзімшілсің дейді. Ал қыз болса өте маңызды жаңалығын айтады. Сөйтіп Да Ин жігітке өзінің жүкті болып қалғанын жеткізді. Келесі күні жігіт үнемі осы жаңалықты ойлайтын болды. Ал осыдан кейін дәрігер жігітке телефон арқылы сүйіктісінің шынымен де жүкті екенін айтады. Бұл жаңалық жігітке жақпаса керек. Ол жұмыста жүргенде Бойонға қатты дауыс көтереді. Осыдан кейін жігіттің айтуымен жас жұбайлар бала көтеруге әлі ерте деп баланы алдыртып тастауды шешті. Жігіт сүйіктісінің жанында болайын деп демалыс алған еді. Бірақ та телефонына жұмыстан қоңыраулар көптеп келді. Сол үшін де Да Ин жігітіне қайтадан жұмысыңа бара бер дейді. Бір күні Бойон Чан Хёнды жұмыстан кейін тағы да жұмыс жасауға көндірді. Сол үшін де жігіт үйіне қайтадан бұрынғысынша өте сирек оралатын болды. Ал демалыс күндері жігіт Да Инға жұмыстан қатты шаршап жүрмін деп алатын заттарыңды тезірек алшы дейді. Ал екеуі көлікке отырғанда Чан Хён келесіде заттарды ғаламтор арқылы ал, осылай тезірек болмақ дейді. Сонда Да Ин жылап, менің бар қалағаным жай ғана екеуміздің бірге қыдырып, бірге демалғанымыз дейді. Сонда жігіт кешірім сұрағысы келіп, абайсызда қызды Бойон деп атап қалды. Сонда қыз қатты ренжіп қалды. Және жігітке сен менің көзіме шөп салып жүрсің деп, және баламызды да сол қыздың кесірінен алдыртып тастадың деп ренжиді. Ал жігіт болса ештеңе айтпастан қызды үйінің алдында тастап кетті. Ал өзі жұмысқа қайта оралды. Тіпті келесі күні сақинасын қаламсап салатын ыдысқа тастап жіберді. Осыдан кейін жігіт Бойонмен көңіл жарастыра бастады. Бір күні жігіт бұрынғы сүйіктісі Да Иннің бұрын екеуі қалағандай Чеджу қаласына билет алғанын байқайды. Тіпті қыздың ғаламтордағы профилінде Да Ин Чон Хёнды жақсы көреді деп жазылған екен. Да Иннің осы әрекеттері Чан Хёнды үнемі жұмыста мазалап жүреді. Енді міне жігіттің финалдық отырыс кезі басталды. Және бұл жиналыста ешбір адамды жұмысқа алмады. Ал кейін телефонын қарағанда Да Иннің Чеджу қаласына ұшуға дайындалып жатқанын байқайды. Осылайша жігіт бұрынғы қызын өзіне қаратып аламын деп аэропортқа қарай асығады. Бұл жерде ең қызығы, аэропортқа келген кезде қазіргі Чон Хён бұрынғы томпақ Чон Хёнмен соқтығысып қалады. Және фильмнің дәл осы жерінде бұл екі жігіттің екі түрлі адам екенін білеміз. Сөйтсе томпақ Чан Хён ауруханаға түсем дегенше, дәл осы ауруханаға 2 жыл бұрын арық Чан Хён түскен екен.
Басты кейіпкер Даин арық жігітке де жүректің суретін салып, оған да кроссовка сатып әперген. Ал ауруханаға Томпақ Чанхён келем дегенше, қыз оған дейін жүкті болған. Ал баласын алдыртып тастаған кезде, қыз өзінің жігітінен қатты қолдау күтті. Бірақ та өзінің жігіті жұмыстан шаршап, тіпті лампаны да құрып беруге әлі келмеді. Бірақ та өзіне керек болған қолдау мен махаббатты Томпақ Чанхённан көре білді. Сөйтіп Томпақ жігіт пен Даин екеуі Чеджу қаласына саяхаттап кетті. Ал арық Чанхён болса қайтадан Бойонға оралып, оған үйленуге ұсыныс тастайды. Бірақ та Бойон тұрмыс құруға қарсы болды. Осылайша фильмнің соңында арық Чанхён жападан жалғыз ешкімге де керек болмай қалды. Достар, бейне ұнаған болса, арнаға тіркеліп, лайк басып кетейік. Келесі видеоларымызды бірінші болып көру үшін қоңыраушаны да басып қойыңыз.